Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Еврокесет, және бүгінгі видеода достар біз алдыңғы ойнап жүрген Brain Road Evolution'ы жалғастыратын боламыз достар. Алдыңғы серияда естерінде болғандай біз мына жақтағы алдыңғы жердегі Wi-Fi боссты жеңіп, сөйтіп осы әлемге өткен едік. И достар, короче, қазір бүгінгі осы біздің мақсатымыз осы әлемнен қашып кету. Давайте бірінші гвоздь на шеге тұр екен, осы шегені жеңіп көрейік, сосын барып уже басқаларын жеңе тұрамыз. Ал автотакан қосып қояйық. Ема 31 ци дейма. В общем, осындай бір дамаг кетіремін. 31 ци деген қазір қанша беретін көрейік шыққан. И бізге достар 3-5 квантиллион берді. Ал мына жаққа болса қараңдар, квантиллион емес, мына жаққа ки дейма бір нәрсе, квинтиллион ба, квантиллион, в общем, осындай бір нәрселер керек достар. Оның атын табу өте қиын. Және де қараңдар достар, мына жерде спа 5 дейді достар, мына вообще түсініп тұрған жоқпын не екенін. Қанша береді екен, көрейік қайттан. Достар, қараңдар, қазір дәл көзімнің алдында достар, менде мынандай бір ивент пайда болды деп шықты. Давайте оны тез басқа әлемдерге барып, сояқтағы босстарды жеңіп келейік достар. Сөйтіп сол драконнан біз одан да күшті питомецтер ала аламыз. Давайте көрейік қай жерде тұрған. Достар, мен дракон шықты көріп тұрмын. Міне достар, қараңдар, міне дракон загрузка метр ғой. Тоқта! Достар, ұрлақ бітті ұятсыз. Тез тауға кеттік достар, біз тауға барымыз керек. Тез бол. Омай достар, үлгермейміз ато газын ала. Тез өлтіріп тастайды басқа біреулер. Или өлтіріп тастаған ба уже. Достар, уже өлтіріп тастаған сияқты. Айдахар, давайте онда одан алдыңғы әлемге барайық. Тралалы океан деген барайық. Дайте соқты көрікші, не бар екен соқта. Омай достар, давай, қай жердесің сен? Барсың ба өзі дракон? Дракон, достар, қарыңдаршы, біреу маған қалдырмайтыр драконды. Ларила дезерт дегенге барып көрейік. Үстіне Ларила деген жерге. Мүмкін осы жақта бар шығар достар. Бұл жақта, майы достар, бәрін біреуін қалдырмай әкет қапты ойатсыздар десе. Онда біз достар, короче, жалғастыратын боламыз. Онда достар, біз ақыры драконды аламайтын болдық. Онтан Нуклеаро Коре деген жаққа барамыз. Нуклеаро деген. Сөйтіп, давайте 2x қосып аяқта, сөйтіп, май достар, мыналарды сындыру жайлы ойланбай-ақ қойдым мен. Сындырамаймын да ода жоқ. Қараңдар, гангстер футера дегенді біз сындырауымыз керек. Смело, давайте көрейік онда. Достар, қараңдар, біз гангстер футера дегенді сындыралады екенбіз, құдайға шүкір. Онтан біз давайте қазір гангстер футера дегендерін бәрін жеңіп, сөйтіп өзімізге көп деген. Майызыр, қараңдар, дракон қайтадан шығыпты. Давайте артқа барып көрейікші, может сияқты дракон бар шығар достар. Давайте көріп жерек, мүмкін дракон пайда болған шығар. Дракон пайда болыпты. Достар, қараңдар, сындырып тастады. Онда бүйтейік достар. Мына Ларила дезерт деген жерге барақта. Сол жерде давайте күтіп тұрайық нені, драконды. И дракон шыққанда, короче, драконды one-shotпен достар өлтіріп жеретін боламыз. Давайте сіз барайын. Қашыңдар, мен алам драконды, кетіндер бар. Дракон менікі болады. Горилла ватерлендиро керек емес бізге достар. Бізге бағанағы дракон ғана керек. Драконнан басқа ешкімізге қажет жоқ. Достар, біз онда бағанағы айдахарға теспейтін болдық. Айдахарды өкінішке орай жеңе алмаймыз. Сондықтан біз давайте әлсіз какой-то бір говно бір сундукта аша салайық. И бізге достар какой-то бір мусор түсті. Давайте мына жерде вращение деген бар екен. Вращение деген мына жерде бізге күшті нәрсе түседі. Бұл бірақ бізге қатты күшті емес сияқты. Давайте мына аш жерге салайық. Короче, достар, бізге какой-то бір мусор түсті. Давайте мына футера дегендерді жеңіп тақшы. Китай футера ақмақ аяқ десе. Гангстер ма бір нәрсе екен. Давайте зеле ішіп алып, зеле опыта дегенді ішіп аласақ, және зеле победы дегенді ішіп алып. Сөзде біздер көбірек ақша береді, және де көбірек буст беретін болады. Ойбай. Қыпым азай қопты ғой, байқамай қопты мұтсыр, айтпайсыңдар мәтсің. Давайте қазаны күте тұрақ, қыпымды тоғылсын. Келі ал футері, чо там? Достар, қарыңдар, біздің ақтады субет істеген сындырдықта. Майызыр, қараңыз, көп ақша берді маған. Менде қазір енді 69 квантиллион ақша бар. Куи емес, бізде 69 квантиллион бар. Давайте мұнда мұнан ашып көрейік шалы. Достар, біз кеде екеміз алмыт көтіппін ғой. Давайте мұна Рино тестерино деген сынырып көрейікші. Давай, кел ал. Ойбай, кешір қойдым. Көкем кешіре қой. Не дейді мынау? Тете сахур дейді. Қараңдар, тете сахурдың ящик дейді. Бәрін жіберейік. Сөйтіп маған қараңдар, 230 мың алмазды бересің ба деп, дай қабылдайық достар.
20 ящик дейді бермейді достар, ол қараңдар. Отмена дейді достар, қараңдар қазір. Иә достар, айттым. Давайте мына қазір достар біз мына жақта кішкене фарм тезіп тұрайық, сосын достар біз видеоны жалғастыратын боламыз достар. О достар, қараңдар, мына жерде бір коллекция питомцев деген нәрсе бар екен. И достар біздің осы жерде осындай бәрін алатын болса, қараңдар, каждыйына бізде 10 штуктан береді екен. Удин диндун дун пипкин осындай заттарды алатын болсақ достар, біз осындай сұрақтың суреті бар бір нәрсе береді екен. Давайте алып алайық. Бізде не сатуға болады екен бұл жақта достар, қараңдар, мына жерде реликви деген нәрсе бар. Давайте осыны алып алайық. И бізде енді қараңдар, бізде 1000 штук бар екен. Ема достар, мына сондай бір питомец индекс дейді, омега дейді, бір яйчик для реликви дейді. В общем, осындай егер біз өзіміздің өмірімізде ашып көрмеген заттарды ашатын болсақ достар, осындай нәрселер алсақ болады екен онда достар. Менде онда достар мынандай идея болып тұр да. Короче, бітеміз, қараңдар достар. Мына жерден давайте удача қосып жіберейік достар. Сөйтейік та өзіміздің питомецтерімізді қосайық деп қойып кетсең да. Короче, қараңдар, мына зелья удачиды басайық. Сөйтейік та, короче, мынаны басамыз да, и бізге 30% түседі. 30% питомец 810 ақ береді солсы. Достар. 3000 береді, мына жерде бізде, давайте онда вечный событиен көріп тұрғандар, бізде 10 000 штук жиналып қапты уже. Ящик демона дейді. Не, мен бұны ашқан сияқтадым достар. Осында мен ашқан сияқтадым, естеріңде болса. Иә достар, мен мынандай ашқан сияқтадым. 2 миллион тұрама, не ол? Ема дейсің ғой. Көрейікші кәм достар. По-моему, ол шемна тауда болды. Давайте көрейік соны. О достар, кешіріңдер, мен короче ойлап қалсам андай не деп ше. Не датты? Осындай короче бізге керек заттар ма, мен ящик демона дегенді аштым ба деп ойлап қалсам достар. Қандай ящик демона, мен жай ғана мына жерден әшейін мынаны алып қойған. Осы свиток демона деген достар. Бұл ящик лоло деген ғана бар екен нақта. Давайте мынандай демонский свиток дегенді аламыз ба достар, немесе мынаны. Давайте достар онда мынаны алып көрейік. Свиток демона дегенді бізге керек болып қалады деген ойдамын. Немесе лоло ящик. Давайте лоло ящикті алайық. Сөйтіп достар, дәл көздерің алдарыңда ящик лолоны ашып жібереміз. Давай. Мықты түсінші өтініш. Секретный түсінші, секретный. Ой, тура секретныйдың жағына келіп өтіп кетем. Достар, онда біз қазір менен мынандай идея болып тұр достар. Мен короче мына ескі жақтарға барам да, сөйтіп сояқтан ең мықты бар ғой. Сол ең мықты питомецтерін түсіруге тырысам осы жақтың. Сол кезде достар бізге андай бағанағыдай күшті заттар береді. Ал давайте онда мен осы заттардың бәрін алуға кірісейін достар. Давайте мынаны тез ашып сияқты толтырып, 15% түсті, нормально, бірақ бізге бәрібір 45, 45-те түсірдік. Достар 1%-тікті де түсірдік. Әрине бұл редкий көрінеді, күшті көрінеді, бірақ достар бұл қараңдар 1,75 дейді. Ой, достар, мынауың ше. Мынауың деген скучный ғой. Қызға емес достар бізге бұл уже. Давайте бедік, мына жақ түсірдік, біз бірақ на 0,25 деген түсірмеді. Давайте соны түсірген кейін жалғастырамыз, короче достар. Достар, короче, қазір мен бір рет ашам, бірақ одан кейін ашпаймын достар түспесе. Қараңдар, достар, мен уже көп рет қараңдар толтырып ашып тастадым, біреуі түспеді ғой, ё-моё. Бұл әрине достар менің бірде бір ақшам вообще кетірмейді да. Бірақ достар, бұл енді шамалы заттар ғой достар. 1% алдық, бірақ нан аламай қалдық. Бұл бірақ бізге керек те емес. Давайте онда осы жердің барлығын алып тастайық, полностью. И сосын достар, давайте бір-бірден алып көрсетейік. Міне 5% түсті бізге. И қазір не түседі екен? И 45% түсті. 15% керек енді бізге. Сосын 1% керек болды, басқа керек. 15% алдық, давайте 1%-ті түсірейік. И сосын достар, осы жақтан кетеміз, бізге 0,25% түспейді ол, потому что мүмкін емес оның түсуі бізге. Ема достар! Қараңдаршы, мына 1% деген түспеді да бізге. Бірақ 0,25 деген түсті ғой. Йо, достар, қараңдаршы. Қаншалықты 3-ақ штук берсе достар, қараңдар, бұл өте реткі екен. Соны берді бізге. Давайте болды, ары қарай мынау керек емес бізге 1% деген. Давайте онда біреуін алсақ, болсын ашпаймыз. Давайте онда мына жақтағын бәрін полностью түсірейік достар. Мына достар, біз біріншісін түсірдік 50%, және де дәл осылай екіншісін түсірдік. И дәл солай 2%-ті түсірдік. И дәл солай 50% қайттан түсті, и 30 қайттан түсті, 16 әлі түспеді.
бірақ 2%-ға түсіп кетті достар. Давайте түсірейік. Давайте өзіміздің удачамызды қайттан қосып алып зелямызды, удача зелямызды сөйтіп. Давайте ашырик тағы да 50%, давай 16%-дан берші хотя бы. Ол достар, осымен кетейік, мынау керек емес бізге деп ойлаймын ары қарай. И келесі әлемге онда достар кеттік. Келесі әлемде давайте достар, онда мен полностью жинайын да осы барлық әлемдікін, сосын барып біратыла достар жалғастыратын боламыз достар. Мен достарынан қаршы мына жақта то сахур деген тұр екен, не нау? То сахур дейді. Бір нәрсе пайда болыпты осындай. Не болды достар? Что-то жаңа бір нәрсе сияқты ғой, бұндайды өмірімде көрмегім. Онда бізге ящик берді, қараңдар, то сахурдың ящигін берді. Білмеймін, бұның вообще не зат екен достар. Вообще біліп тұрған жоқпын, әлі жинап отырмын, сөйтсем осындай бір нәрсе пайда болды достар. Ал достар, біз онда бағана коллекцияның бәрін алып болдық. Ал қараңдар, түсір бізде мына жерде тағы да бір ангелус деген беріп жатыр екен бізге. Йо-мая достар, тағы да бізге бағанағыдай питомец берді, мықты. Пропуск дейді. Сосын аңғардыр. 60 билет, 60 билет дей ма? Давайте онда нам бәрін ашып жіберейік. И сөйтін етсетін көрейік ал. Ал кетті ал достар. Давай, мықты нәрсе берші, давай. Ема, нетседі екен? Мынада 230 мың, 30 мың дейді. 21 мың дейді. Ема, достар, біз магазиннен қазір өзімізге мынау бар ғой. Осы сатып аламыз, осылардың, осыларды сатып алып, біз өзімізге мақтаудан сайын мықты питомец істей аламыз. Және достар, қараңдар, бізге бағана 3000-дық питомец берді ғой. 3700 дейма, ема достар. Мынау бізге түк болмай қалды ғой достар. Қараңдаршы, бізден андай питомецтер бар, толып жатыр енді. Енді одан сайын мықты болып кеттік біз. Қараңдар, 53 сый дегеннен кетіреміз ғой, короче. Вращение жасап қойдық полностью. И достар, бізде алмаз 460 мың дейма, ема. Давайте достар, біз қазір бұл сатып алайын, и сосын достар жалғастыратын боламыз. Ал достар, давайте бағанағы біздің сатып алған заттарымызды көрейікші. Ал енді бізге қанша реликва береді екен? Ема достар, қараңдар, бізге 420 берді. Енді бізде достар 1400 бар. Егер тағы сәл жинасақ, бізге слот для питомцев 1+ деген қосады екен. Және жерде яйчика для релили дейді, реликвият, негізі реликты яйчейка дейді. Мұнан сатуға бола ма? Өзі сатуға алмаймайды. Готов дейді, түр бір нәрсені. Короче, осылай реликты деген заттарды алсақ, осындай күшті заттарға болады екен. Және мына жерде питомец индекс дейді достар. Қараңдар, мынау 5000 дамақ береді екен бізге. Ал біздің питомеціміз қанша береді достар? Мынау бізге 3000 береді, анау болса достар бізге 5000 береді екен ғой. Йо-майо. Сразу 5000 беретін питомец алып алсақ, потом достар келесінде уже біз мынандай нені алсақ болады, мынаны алсақ болады. Сосын мынаны үшеуінде короче алсақ болады екен достар. Онда біз давайте мынандай заттарды фармить ете тұрайық. Немесе, кстати, сосын достар ұмытып кеттім. Біздің предметтерде қараңдар, бізде то крейт дейді. То сахурдың өзі түсуі мүмкін. То таяқ, то мұрын, Короче, осындай бір нәрсе зат бар екен. Давайте осын ашып жіберейік. Мықты түсініш, пожалуйста, давай, мықтысын бер, достар, лайк басып кетіңдер, міндетті түрде бізге мықтысы. И бізге достар бір мұрын, 2 шелек түсіп кетті. Қаншалықты мықты екен, көрейік. Мұрын 147 ақ береді екен, шелек 125 ақ береді екен. Мә достарынан вообще говно ғомналарың. Немене? Ё-моё. Короче, какой-то бір мусорды берді бізге. То сахур деген мусордан осындай бір заттарды берді. На гангстер футера дегенді жеңдік онда. Сөйтіп достар, давайте мен бағанағы алдыңғы сериядағы Wi-Fi босты жеңіп көрейін. Может, одан көбірек андай сыпа деген түсетін шығар. Ал достар, онда көрейік мынаны. Қараңдар, ема достар, қараңдар, мыналардың деген қысы 3 сықы деп тұр ғой. Йо-майо. Өліп қалдым мен достар, өлейін деп отырмын, өлдім. Ема достар, мен сынырып тастайды қазір, никак шықтым мен достар, ұтамаймын мыналарды себебі, никак ұтамайсың достар. Қараңдар, біреуін ұтамай жатырмын, ол мен позор, позор ері. Позор деп жазып кетіңдер достар, комментарға ұялмайсың ба деп. Қараңдар достар, әшінен ұтылып жатыр мыналарды. Айналып жүріп ұрмасаң, бұлар мені достар оп-оңай жеңіп тастайды. Қараңдар, мен түк болмай қалдым мыналарға. Йо-майо, түк емес, мен сендерге айтыңдаршы. Әйтеуір бір урон кетіп жатыр, өтірік болсын, бір урон кетіп жатыр. 1 миллиардтан бір бәле қылып емделіп жатыр мейді, дәл соның арасында қараңдар, емделіп алдым, қайттан қыптын толтырып. Именалар 15 миллиардтан періп жере саған ғой. Йо-майо, не деген бәлесіңдесіңдер.
неге хыпларың көп, өлсеңдерші біреулерің болсын, өліңдерші. Өлші, қанша береді екенге көрейік соны өлген соң. Давай, мықты бір көп хп берді ма? Қанша берді? Көрмей қалдым достар, давайте до конца төбелсек мына екеуімен. Давай, жеңіп тастаймын сендерді. Өлтір. 38-77 дейді. 38-ден бердік, 38 квант 250 ски деген берді, айтыр тұрсыр, аз деп ойлаймын. Дайте хықымыз толтырақ, дайындалайық. Боксқа дайындалайық, кеңдер алайық. Ал достардан қарай қанша орын кетіреді екен мынау кітап? 15 миллиард дей ма? Ұтылам мен сұрған никак ұталмаймын оларды, айналып жүріп болсын. Қарыңдар 15 сықы деген хыпсы бар, достар, жең алмайын болды, все мен ұтылдым достар. Дайте онда лоббиға кетейік, достарынан шығып, уйтелейік. Достар, қараңдар, бізде мынандай 1500 осындай сұрақтың суреті жиналыпты. Давайте достар, біз өзімізге слот для питомцев дегенді алып алайық. Сөзде бізде енді тағы да бір питомецті өзімізбен бірге қосып алсақ болады. Достар, қараңдар, енді бізде 5 штук питомецті қоя аламыз. Давайте қазір енді біреуді ұрып көрейік, қанша кетіреміз? 58 дейді достар, 58-ден кетіреді екенбіз. Оны давайте достар жеңе берейік ары қарай. Достар, қараңдар, бізде мына жерде торговец, яғни дәл өзіміз сияқты кім айтатынын ұмытып қалдым атын. Короче, осындай бір нәрселер сатып алсаң болады дейді. Свитки дейді, легендарный дейді. Демон эпический дейді мынау. Ойбай. Қараңдарса, демонический 30 мың алмаз сатылады екен, мынау болса 250 мың алмаз сатылады екен достар, көріп тұрғанындай. 50 киғанандай свитки леген береді екен. Мына жерде Golden Scroll деген бар екен, және де свитки мынандай түсі бар екен. Мынаған қараңдаршы, мынау 250 мың тұрады, мынау 30 мың тұрсын. Оны демонский достар онша емес пе не? Давайте онда қазір біз одан алдыңғы жер бар ғой. Сол жерге барып көрейік, немесе екеуі бірдей ме екен? Сол қызық болып тұрмаған достар. Давайте онда мынаны алып көрейік. Достар, бұны аламайды екенбіз, кешіріңдер, өкінішке орай. Давайте онда свитки легендарный деген алып көрейік, сөйтіп бірімен қосып көрейік бағана заттарымызбен. Ал достар, давайте как көретін боламыз біз, андай разница бар ма екен, вообще жоқ па екен, давайте көрейік. Достар, разница бар ма екен? Достар, қараңдар, разница бар ма деп ойлап қалсам, жоқ шығар деп ойлап отырсам, достар, разница бар екен. Қараңдар, бізге хп одан сайын көп береді екен, бағанағы жер ол әлсіз екен да. Мына жақта енді более мықтырақ түрін береді, значит, все, түсіндім. Давайте достар, біз футера деген ақмақты жеңе берейік, сөйтіп достар, короче, хп жинап фармит едік достар. Достар, қараңдар, бізге 3 билет ашылды. Дайте болсын бәрін ашып жіберейік, не түседі екен көрейік. 10 мың алмаз берді, бізде 1,5 мың монета берді. Осы монетаны, короче, біз жинап. Мына жердегі осының біреуін алатын боламыз достар. Ангел Бури дегенде де алуымыз мүмкін, немесе ана ящик демона дегенде алатын боламыз достар. Ішінен мына жерде көріп тұрғандарыңызды біз қазір бір-екі күннен кейін уже біз көріп тұрғандардай мынау демон крейт деген бар ғой, осыны алатын боламыз достар. Көріңдер әлі. Достар, қараңдар, біз қазір 44-ші уровенге өтейін деп жатырмыз. Айтып көрейік қазір қандай айналатынымызды. Достар, қараңдар, біз гангстер футера дегенге айналып кеттік. Көрейік шыққан Википедиядан біз надан 2 есе көп урон кетіреді екенбіз. Достар, қараңдар, дамагымыз 500 триллион, бірақ хпымыз 2 есе мықты емес. Давайте онда мына Ринорин Тостерино дегенді жеңіп көрейік. Ринорин Тостериноны енді жеңе алатын шығармыз точно. Или жеңе алмаймыз ба достар? Әлі жеңе алмайтын сияқтымыз, что-то не үшін екен білмеймін. Достар, қараңдаршы, не үшін ол мені жеңіп отыр вообще? Негізі мүмкін емес болу керек қой ол үшін достар. Білмеймін, бірақ өзімен айтыр ол мені жеңе алады. Давайте мына зелені алып жіберейік. Сөйтейік та достар, у нас вечное событие деген жаққа кіріп, давайте билетті ашып жіберейік, бір-ақ штуктың солысы. И сосын достар, конечно, біз ана жақтан бір заттар алып көрейік. Конечно, бір мықты заттар болса. Мына жерлерде заттар жоқ. Мына жерде бір буст бар екен, алуға болатын. 2,5 миллион дейма достар. Дайтына хранилище деген сындырып көретін боламыз қазір достар. Давайте мына жерді көріп жіберейік. Свитки деген бар екен, қараңдар, 250 мың тұрады екен. Көп беретін сияқты. Мына обычный мен редкиларды довольно-таки көп беретін сияқты. Қараңдар, менде қазір 971 квантиллион күш бар екен. Хпымыз бізде қатты мықты емес, бірақ бізде Hero Dagger деген бар екен, жақсы жері. И бізде тұрмына жерде, короче, көріп тұрмында осындай питомецтер сатасақ болады, бірақ бұлар тек қана 1400 ақ береді, ол өте аз біз үшін. Себебі біз қараңдар минимум 1000 ақ аламыз, ал олар достар бізге тек 1100 ақ береді. Стоқ, бірақ сонда достар, сендер үшін давайте осыны ашып көрейік үшеуінде. И 2,5% түсті достар. Қараңдар достар, 1600 береді.
2,5%. Ма достар. Қанша урон кетіретін осында 1600, біз мынадан қарағанда бір 500 дамақтай ма көбірек кетіретін боламыз. Давайте қазір достар, мына жерде бір пайда болады, мынандай бір погода пайда болады екен. 10 секундтай дайте сіз артқа мына жаққа телепорт жасап жіберейік. Сол кезде біз достар сразу бағанағы монстрды сындыра алатын боламыз. Мына жақта шығатын монстр дайте не шығады екен және де достар, Йони Мун деген бір нәрсе шығады екен достар. Дайте көріп жіберейік. Мына жерден сол пайда болу керек. Йони Мун деген. Давайте бұл қанша процент екен достар білмейді екен. Бұл 5% па өзі сондай болу керек. Бұл бірақ достар любой мынандай питомецте пайда болу керек. Питомец деп қой. Любой андай неде ойбай неде дей бердім қайта. Любой осындайда пайда болу керек. Қараңдар жұлдыз жанып отыр өзімен өзі аспаннан. Мына жерде тахур деген тұр екен. Осында сындыр жерек. Міне тұр. Міне Йони деген алып алдық. Йониді өзімізге сүйікті ана хайуанды өлтіріп тастайық достар. Сол кезде біз одан сайын мықты болатын боламыз достар. Алдынан сындырып жіберейік тез. Кетші тез сыншы. Неге достар қайын мынаны достар біз 20 рет ұрады екенбіз. 20 рет тұрған соң барып бұл ұятсыз сынады екен. Ал достар давайте онда сындырайық. Тез сыншы. Ё-мое достар, не сынбайды мынау. Все сындырдық. Достар қараңдар тура мына жанымыздан пайда болыпты как раз. Давайте осы сындырып алайық. Бір ұрып. Все алып алдық ящикті. Тағы жерде пайда болды Йони деген. Мына Йони деген жатыр екен міне. Давайте соны алып алайық Йониді. Йони. Сөйтіп өзімізге Йониді сындырып алдық достар. Бірде бір Куинтиллион болып кетті бізде достар. Давайте одан алдыңғы мирлар бар ғой, соларға барып сындырып көрейік сояқтағы заттарды. И қазір өзіміздің мирдағыларды тоже сындырып көреміз. Мына жақта бар ма екен интересно. Пайда болды ма екен? Мына достар пайда болыпты. Давайте осында сындырып алайық. Тез кетші жолыма тұрмай. Маңғарындар мына жерде бір нәрсе жанып отыр, білмеймін не екен, или осы жерден пайда болды деген сөз ба, бір құдай білсін оны. Достар мына хайуан пайда болыпты. Давайте осыны сындырып алайық 20 секунд бойы. Все достар, қазір давайте осы заттардың бәрін сындырып алайық. Мынау ящиктер жинайық. Сөйтіп достар ашатын кезде жалғастыратын боламыз достар. Ал достар, мен бағана барлығын жинап болдым. Давайте мына жерде Sweetkey деген 250 мыңға алып жіберейік. Сөйтіп өзіміздің басқа затымызға осы достар қосып жіберейік. Давайте онда қазір біз инвентарымызға кіріп, мына жердегі өзіміздің бір реликвиямызға қосып жіберейік. Давайте достар онда осы Бони деген бар екен, осыған қосып жіберсек болады, немесе мынау кодекс дегенге де қоссақ болады, немесе достар күте тұрсақ та болады. Осы үшеуін біреуін істейміз. Давайте онда достар мен қазір онда күте тұрамын, и сосын барып достар алатын боламын. Давайте мына бәрін алып кетейік өзімізге. Сөйтіп енді давайте достар бағанағы достар, кстати достар, қараңдар, как көрсетемін сіздерге мен қаншама ящик жинағанымды қараңдар достар. Дұрыс көріп тұрсыңдар достар. 22 ящик және де 9 ящик тұр. Қараңдар, максимально біз 8 ящик аша алады екенбіз. Давайте не түседі екен? И достар, не түседі бізге, не түседі? Білмеймін сыр, не түскен көрмедім. Бір мынандай труба түсіп тұр. Ол да мықты болуы мүмкін бізге. Труба 210 екен достар. Қараңдар, 65 дамаг береді екен бізге. Дәл мына екеуі бірдей екен достар, бәрі без разница екен. Давайте онда осы трубаға қосып көреміз достар бағанағы затымызды. Кодексте бірақ хп көп беріледі екен, 70% хп беріледі екен. Кодекс бізге бір жағынан керек болып тұр достар. Давайте онда мына Йони ящикті достар соңғысына 20 ящиктің бәрін ашып жіберейік достар. Не түседі екен көреміз, короче. Давайте кеттік ал. Достар, давайте Йони түсін деп тілеңдер достар, лайк басыңдар, сөзге біз күшті Йони түсетін болады. И білмеймін достар, короче, не түскен көрмедім, мынандай говнолар түсті, шетінен онша еместері түсті. Давай. Модан да мықтысын беш, пожалуйста, давай. И достар, бізге тағы да сондай бір говноларды берді толтырып, және соңғы 6-10 шерейік, мықтысын беш, пожалуйста. Мықты, давай. Йо, достар, шетінен мынандай мусорлар түсті, бірақ мына жақта көрейік не бар екен. Не нау достар, 147 деген болмайды ғой достар. Неге 147 ақысы осы? Сол беретінде 147 ма? Аз ғана отыр достар. Қалай ойлайсыңдар? Аз ғой, айтыңдаршы. Давайте достар, біз мына жерде бізде Бони деген бар екен. Осы Бониға реликвиямызды, мына алтын реликвиямызды Бониға
қосып жіберейік. Мына 230 деп тұрған, ойнайтам мына 210 деп тұрғанға қосайық. Екеуі бірдей екен, давайте онда мына темірге қаңылтырға қосып көрейік. Немесе кодекске қосам. Давайте достар кодекске қосып жіберейік. Сөйтейік та насыйткімізді қоссақ. Давайте онда қаншалықты мықты болады екен көрейік. Және де достар қараңдар 250 болып кетті. Дамагымыз одан сайын көп қосады екен, және де хпымыз достар 90 хп береді екен дополнительный. Давайте енді сындырып көрейік мынаны. Давай көрейік қанша береді екен қазір бізге хпны. Достар қараңдар сразу 70 берді, және де бізде достар мына жерде вечный событийді 8 рашнярда ашып жіберейік бәрін. Пожалуйста, мықты заттар берші, өтініш, пожалуйста, давай. И достар бізге 20 000 алмаз бен 4500 монета берді. Давайте бағанағы ящиктің екеуін ашып жіберейік. Біреуін ашақ, және де тағы да 2,5%. Достар, немене бәле болып жатыр. Мынау тағы біреуін берші бізге сондайдың. 12% дейді достар. Ё-майы. Көрейікші бізде питоместер қандай бар екен. Бірдей үшеу болса бір-біріне қош жерем деген бар ғой, просто ше достар. Егер бізде мынандайлардың мынаның үшеуі болса бізде достар вообще күшті болады. Сол кезде қосып жібереміз да одан сайын мықты питомес істейтін боламыз достар. Жота бүгінгі видео өте жай болып кетті. Бұл да достар мен өте ұзақ түсіретін, жота бара біздің дамуымыз өте қиындап баратыр. Оны достар сендерге видеоны көргендеріңе рахмет. Ұзақ болып кетті уже. Оны достар басқа ештеңе айта алмаймын. Келесі видеода жалғастыратын боламыз достар. Алында давайте достар.